Қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай ерекше тағам дайындайтын боламыз. Бұл тағамның ерекшелігі сол, тез әрі дәмді болып шығатынында. Бізге тауықтың кез келген еті керек. Мен осылай аяқтарын алдым. Одан кейін тұздығымызға біздің майонез, сарымсақ, қарабұрыш және татуына қарай тұз саламыз. Оны да жақсылап араластырып аламыз да тауығымыздың етін тұздап, яғни мариновать етіп дейміз ғой, тұздап біраз жарты сағатқа тоңазытқышта қойып қоятын боламыз. 20 минуттың көлемі болса да жеткілікті болады, жақсылап тұздалып шығады. Тұздалған тауықтарыңыз өте дәмді, әрі сондай бір сочный болып шығатын болады. Мінекей осы тұздығымызға барлық тауықты батырып, барлық жері тигенше қойып қоятын боламыз. Қазір мен қолдың көмегімен жақсылап араластырып алатын боламын. Сіздер де солай араластырып, бетін жауып қойып қойсаңыздар болғаны. Біздің тауығымыз біраз тұздалғанша, біз картопымызды жақсылап аршып, тазалап аламыз. Одан кейін пиязымызды жақсылап аршып, тазалап аламыз. Қазір видеода көрсетілгендей турап аламыз. Одан кейін пештеріңізде 40-45 минутқа пісіріп алсаңыздар, өте дәмді тағам болып шығатын болады. Мінекей біздің картопымыз дайын. Осындай үлкен бөліктерге етіп бөліп аламыз. Оның үстіне жартылай доңғалақ етілген пиязымызды саламыз. Одан кейін қарабұрыш, кез келген дәмдеуіштеріңізді қосып, жақсылап араластырып аласыздар. Татуына қарай тұз саласыздар. Одан кейін жақсылап араластырып, противнімізға салып, ары қарай тамағымызды пісіретін боламыз. Достар, егер менің каналым ұнап жатса, рецептерім ұнап жатса, лайк басып, қазақша осы контентімді қолдап, каналыма жазылып кетулеріңізді өтінемін. Мінекей картопымыз бен пиязымызды противнге төсеп алғаннан кейін жақсылап, одан кейін үстіне тауығымызды салып пісіріп алатын боламыз. Бұл жерде бізге ешқандай су немесе қаймақ қосудың қажеті жоқ. Өз суына өзі 45 минутта пісіп шығатын болады. Жақсылап, мінекей өте дәмді болып пісіп шықты. Ас болсын, сіздер де жасап көріңіздер.